Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum Quran Weekly. Бұл сіздердің бауырларыңыз Нуман Алихан. Алдымызда келе жатқан Рамазан айына байланысты баршамыз үшін өте маңызды ақпаратты еске салмақшымын. Сіздермен бірге Құраннан тапқан керемет тәпсірлермен бөліскім келіп отыр. Бәлкім сіздердің барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Құранда Рамазан айы және ораза туралы тәпсір Бақара сүресінің бір кішкене бөлігінде айтылған. Бұл бір абзац бұл тақырыпты жан-жақты қамтыған. Тағы бір ерекшелігі, бұл тақырып Құранның басқа жерінде айтылмаған. Біз Рамазан айы туралы ақпарат іздегенде, әрине логикалық түрден қарағанда ең бірінші Алланың кітабына жүгінеміз. Онда бірнеше аяттар ораза ұстаудың техникалары жайлы айтады. Мысалы, қандай күндерде ораза тұту керек, ауыз бекіту, ауызашар қай уақытта, ауырып жүрсең қалай деген сұрақтарға жауап беретін ережелер туралы айтылады. Бірақ басқа жағынан қарайтын болсақ, Алла Тағала ләғаллә сөзін ерекше назар аудартуда. Біріншіден, осы сөз туралы сіздермен сөйлескім келіп отыр. Содан соң, иншаалла, сіздермен мен үшін ерекше болған ой-пікірлермен бөлісемін. Ләғаллә сөзінің араб тілінде бірнеше мағынасы бар. Ол сондықтан деген мағынаны да білдіреді. Алла Тағала сөзінің соңында былай айтады: ләғалләкум. Сондықтан сендердің барлықтарың. Сонда Алла Тағала не айтса да, ол сөздің мақсаты ләғаллә сөзінен кейін айтылады. Алла Тағала бізге қандай жол көрсетсе де, мысалы бізге Рамазан айын берген секілді, әр сөзінің аяғында ләғалләкум деп айтады. Сондықтан сендер деп сөзін аяқтайды. Бұлай айтқанда Рамазан айының мақсаты жайлы айтылғандай болады. Ләғаллә сөзі үмітпен деген мағынаны береді. Басқа сөзбен айтқанда, сен бұлай істеді деген үмітпен мен саған мына заттарды бердім. Сонда Алла Тағала бізге қандай жол көрсетсе де, бұл жолы Рамазан айы, оразаның мекені. Мен мұны саған, сен бұдан осы жолмен пайда алады деген үмітпен бердім. Біріншіден, мен саған мұны осы бір мақсатпен бердім. Екіншіден, сен сол мақсатқа жетеді деген үмітпен. Бұның бізге не үйретіп тұрғанын білесіз бе? Біз ұмтылып жүрген нәтижелерге қол жеткіземіз деген сөз емес. Әрине біз ол нәтижеге жетеміз деген үміт бар, бірақ оған кепілдік жоқ. Сонда ләғаллә сөзінің сөйлемде ойнайтын рөлі осындай. Және ләғаллә мүмкін деген мағынаны да береді. Ол нәтижелерге жетуге мүмкіндіктер бар, бірақ оған кепілдік жоқ. Бірақ сөздердің мағынасында үміт деген сөздің бар болғаны бізді оптимистік түрде ойландырады. Басқа жағынан Рамазан айында біздің Алла Тағала қалайтын нәтижелерге жететінімізге кепілдік жоқ. Алайда бұл жерде біз ол нәтижелерге жетеді деген үміт бар. Бұл қысқаша кіріспемен бірге бірнеше пікірлермен сіздермен бөлісейін. Біріншіден, Алла Тағала былай айтады: уа иман еткендер, сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге ораза ұстау парыз етілді. Әрине, сақтанарсыңдар. Сендер сақ және хабардар болыңдар. Тақуа сөзі араб тілінде өзіңді қорғауға құлшыныс, абай болуды білдіреді. Тақуа сөзі қорғану деген сөзден туындаған. Дұғаның мынадай бөлігі: бізді жалындаған от жазасынан қорғай гөр дегенді білдіреді. Сонда Алла Тағала айтады: тура сендерден бұрын келген адамдарға ораза парыз болған сияқты, сендерге де ораза өзіңді қорғауға деген құлшынысты жетілдіру үмітімен парыз етіп берілді. Мен мұны басқаша осылай да аударып көрдім. Сонымен қоса, мен мұны саған бердім, сен өзіңді қорғайтын сезіміңді жетілдіреді деген үмітпен. Осыдан кейін өзіңді дамытуға мүмкіндіктер пайда болады, және өзіңді қорғайтын сезімді жетілдіретін мүмкіндік туындайды. Бірінші ойымызға келетін сұрақ: өзімізді неден қорғау керекпіз? Өзіңді қиын жағдайға түсіруден қорған, өзіңді төмендететін жағдайдан қорған, Алла Тағаланың көңілін қалдырудан қорған, Алла Тағаланың елшісін саллаллаху алейхи уассалам көңілін қалдырудан қорған, өз көңіліңді қалдырудан қорған. Сіз өзіңізді осы барлық негативті нәрселерден қорғайсыз деген үмітпен сізге ораза берілді. Бұл видеода мен сізбен ораза мен тақуа арасындағы байланыс жайлы сөйлескім келеді. Психологиялық көзқарас жағынан қарастырып көрейік. Сонымен Алла Тағала бізге ораза бергенде, бізге физикалық нәрсе ретінде берді. Сіз оны сезесіз. Мысалы, сіз тіпті керемет рухани адам болсаңыз да, сіз ораза тұтқанда сіз шөл мен аштықты сезінесіз. Сіздің сезетініңіз бұл физикалық құбылыс. Сосын сіздің асқазаныңыз маған тамақ бер деп миыңызға сигнал берсе, ал тамағыңыз маған су бер дейді. Сонда ішіңізде үлкен физикалық шайқас болып жатады. Ішіңіздегі жалғыз ең басты мүше тек жүрек. Жүрек өзінің міндетін түсініп, сіздің асқазаныңызға, тамағыңызға байқаңдар. Ақшам уақытына дейін шыдау керек. Біз Алла Тағалаға ақшам уақытына дейін бағынбайтын әрекет істемейміз. Біз өзімізді анау тамақ пен сусынды ішуден сол уақытқа дейін қорғайтын боламыз.
Сонда сіздің ішіңізде осындай арпалыс қызып жатқанына қарамастан, сіздің жүрегіңіз өзіне берік болып және Алла тағаладан қорқып, жоқ, біз мұны жемейміз және ішпейміз деп айтады. Білемін, ораза ұстаудың тамақ ішу мен су ішуден бас тартудан басқа мәні бар. Бірақ мен әдейі әркім сезе алатын басынан өткізетін физикалық жағынан қарастырудамын. Әркім ораза тұтқанда шөлдейді, әркімде аштық сезімі болады. Мысалы, сіз көшеде кетіп бара жатырсыз. Жас жігіттер, мысалы, жаныңыздан әйел адам өтсе, сіздің көзіңіз сол әйелге түседі. Сөйтіп, сіз көзіңізді төмендете алмай қалдыңыз. Сіздің көзіңізде асқазаныңыз бен тамағыңызда болған сияқты құлшыныс болды. Сіздің көздеріңіз қарағысы келді. Алайда сіздің асқазаныңыз бен тамағыңызда құлшыныс болғанда, сіздің жүрегіңіз оларға тоқта, жоқ, сен қазір шөліңді қандырмайсың, сен уақыт келгенге дейін күтесің деп айтады. Бірақ сіздің көздеріңіз қате нәрсеге қарағанда, сіздің жүрегіңіз көзіңізді басқара алды ма? Ол сізге, ей, көзіңді жоғарыға көтеруші де болма, басқа жаққа қара, астағфирулла деп айт. Алла тағала саған халал нұсқасын бергенше дейін болмайды. Сен үйленгенге дейін, жәннатқа дейін болмайды деді емес пе? Күту керек болса да, Алла тағала сізге одан да жақсы нұсқасын тағайындады. Тіпті сіздің құлшынысыңыз, тәбетіңіз қатты болса да, сіз өзіңізді тоқтатып қорғау керексіз. Біз өзімізді тоқтатпаймыз. Біз бәрібір де қараймыз. Тек артынан өзімізді жаман сезінеміз. Кейін жұма күні мешітке барып, мен қателік жасадым деп өкінеміз. Сөйтіп бұл цикл шексіз қайталана береді. Рамазан айы бізге берілген мүмкіндік. 30 күн қатарынан сіздің жүрегіңіз басқаруда, ал денеңіз оған бағынуда болады. Алайда, Алла тағала Рамазан айында бізді 30 күн қатарынан осы шайқасты жеңуге баулиды. Бұл шайқастан сізді жеңілдіретін басты себепкерлердің бірі ол шайтан және оның уәсуәсісі. Ол сізге қайта-қайта, қане бір кішкентай жұтым ғана, кішкене дәмін көрсеңші, кішкене көзіңді салып қара, кішкене істеп көр. Бұл ондай жаман іс емес қой. Сен басқаға қарағанда жақсырақсың деп айтады. Бірақ соның бәрі сіз үшін Рамазан айында жоғалып кетеді. Егер сіз 30 күн осындай қатаң дайындықтан өтетін болсаңыз, сіздің жүрегіңіздің бұйрығы күшейгенін және ішіңіздегі құлшыныстың әлсірегенін байқайсыз. Енді сіз өзіңізді нағыз өмірде қорғай алуға кәдімгідей дайын боласыз. Сіздермен бүгіндікке соңғы мысалмен бөлісейін. Ал қалғанымен иншалла басқа видеоларда бөлісермін. Полиция қызметкерлері, өрт сөндірушілер, әскери қызметшілер дайындалған кезде олар расымен өртеніп жатқан ғимаратқа бармайды. Біріншіден, олар алдын ала дайындықтан өтеді. Міндетті түрде имитациялық ұқсас етілген жаттығулар жасайды. Сондай жолмен олар расымен болатын апатқа алдын ала дайындалады. Нағыз жаумен кездеспестен бұрын осы дайындықтардан өтеді. Рамазан айында тура осыған ұқсас дайындық өтеді. Алла тағала 30 күнге шайтанды алып тастайды. Және ол бізге күштірек болу үшін өзімізді дайындауға мүмкіндік берді. Дайындық біткен соң сіз үнемі дайындық алаңында бола алмайсыз. Полиция қызметкері сырттағы кәдімгі жаумен жолығу керек. Дәл солай біз нағыз жауымыз шайтанмен күресуіміз қажет болады. Және оның біздің нәпсімізді оятатын бұйрығынан қорғанымыз керек. Біз дайындық біткен соң сол нағыз шайқасқа аттанатын боламыз. Сол үшін біз өзімізді қорғау, қорғана алатындай қайратты болу, жүрегімізді мықты, берік қылуды үйренеміз. Шайтан жүрегімізге ине алмайтындай халге жетеміз. Ләғалләкум тәттәқун сөздерінің мағынасы былай: сіз өзіңізді келешекте қорғай аласыз деген үмітпен сізге осы ораза парыз етіп берілді. Алла тағала бізді Рамазан айында және одан кейін де өзімізді қорғай алатындай болуға нәсіп етсін. Алла тағала Рамазан айындағы дайындықтың рухын бізде үнемі болуды нәсіп етсін. Assalamu alaikum Quran Weekly. Біздің пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, бізге былай айтқан: жақсылыққа меңзеген адам тура сол жақсылықты істеген адам сияқты сауап алады. Осы әңгімелер, видеолардан пайдалы зат біліп жатсаңыз, бөлісіп жүріңіз. Достарыңызбен және жанның ұяңызбен бөлісіп осы ойларды жеткізіңіз. Бұл апталық Құран деген өте керемет жоба. Мен мұны жасауға көмектескен адамдардың еңбегін қатты бағалаймын. Алла тағала айтады: кім адамдарға алғыс айтпаса, ол оның Алла тағалаға алғыс айтпағаны. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың хадисінің бізге үйрететіні: біз адамдардың еңбегін бағалауымыз керек, және олардың еңбегін бағалаудың ең жақсы жолы ол оларға және өзіңізге көбірек марапат түсу үшін иншалла сол сөздермен бөлісуге көмектесу. Тағы да сізге рахмет.